5 yıl söyleşip жүріп 60 yıl үйленгенбіз. Tanығаныма 30 жыл. Өзіңнен үлкен қатын. Машалла. Әкесінің қолынан сүйген қандай баланы көрдіңіздер? Машалла. Құдай біледі, қатын да өзі сүйіп жүрген шығар. Сәлем, sevmişler. Rahmet. Ben süt böyle tutulmaz mı? Maşallah. Әкенің қолына сүйсін. Кетей шешек дейді, ол бізге. Машалла. Үйленіп алың. Тойың құтты болсын, асыға. Тойың құтты болсын. Сүйікті ақша береді, ол бе? Балдарымды құлдықта ұстап отқан жоқсың ба сен бір адам? Шаман апасың екен. Мамасы үйреткен тәрбиесі. Енді үлкен кісі ма? Ой, машалла, көп жаса. Машалла. Мына отбасы апасы деген жоқ. Мен алыстан сыйласам ғой. Біраздан кейін табалым сүйіп отпайды, братан ақшам демеш, ақшам демеш. Депутат па, әкім ба, бірдеңе болатын түрі бар. Бола ма? Болады. Болады, иншалла. Бес жана алмадан бір тістіш қарсы еткізіп, жеп. Осы бастан жеп үйрене бер, бауырым. Күні жейсің ғой атасына. Сіздер неше жыл жүріп үйлендіңіздер? Әкелеріңіз міне 5 жыл жүріп, өзінен үлкен кісіні алыпсыздар. Жеңген ағамның үлкен. Үлкен ба? Неше жасы? Бұл отбасы өзі үлкен қатындарға құмар ма деді ғой негізі? Ол іштен кейін мен әкем де кішкентай болған шешемде. 1 жас кішкентай болған. Сіз ше? Мен де үлкенмін. Күйеу бала қайда? Мынау да ше болма. 25. Қарындас? 40 күн үлкенмін. Can, Allah'tan can. Allah осы балаға өзінен кішкентай қатын берсін ау деймін. Бұл да өзінің кішкентай алмаймын дейді. Солай ма? Иә. Өзінен, жалпы өз сенің отбасың милфаларға қызған ма дедің ғой негізі? Ештеңе етпейді енді.